Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта окончанияны дұрыс жалғаудың формуласына тоқталамыз. Және зат есімге окончанияны жалғауда қалай шатаспаса болады деген сұраққа жауап береміз. Ендеше кеттік. Ол мектепте деген сөйлемді орыс тілінде он в школа, школе, школу, школай, школами, школы деп шатасуымыз мүмкін. Яғни қай окончанияны дұрыс жалғауды білмейміз мүмкін. Сол себепті де қазір сол окончанияны қалай жалғау керектігін айтатын боламын. Қазақ тілінде ол мектепте деген, яғни те деген жалғау бұл дұрыс болып саналады. Ал егер бұл сөзді мектептен, мектепке, мектеппен деп айтсақ, мағынасы дұрыс болмайды. Яғни қазақ тілінде де біз окончанияны жалғаймыз. Қазақ тілінде де падежі бар деген сөз. Мектептен, мектепке, мектеппен деп айтсақ, бұл қате болып саналады. Сөйлемнің ішінде сөздер бір-бірімен байланысты болу үшін олардың окончаниялары дұрыс жалғану керек деген сөз. Яғни ол мектеп, те деген жалғау жалғанып тұр. Орыс тілінде де дәл осылай. Он в школы, школу, школы деп айтсақ, бұл да қате болып саналады. Себебі ол мектепте деген сөйлем, яғни ол мектепте орыс тілінде он в школе деген жалғау жалғанып тұр. Қазақ тілінде те деген жалғау жалғанса, орыс тілінде деген жалғау жалғанып тұр. Сонымен зат есімге окончанияны дұрыс жалғаудың формуласына тоқталайық. Бірінші зат есімді бастапқы формасына қоюымыз керек. Бастапқы форма именительный падеж, единственное число. Атау септігі жекеше түр. Екінші родын анықтау керекпіз. Үшінші негізгі сөзден, бұл жерде етістік болуы мүмкін, зат есім болуы мүмкін, немесе предлог болуы мүмкін. Сол сөзден сұрақ қоюымыз керек. Яғни негізгі сөзден сұрақ қоюымыз керек. Төртінші падеждің сұрағын қою, падежді анықтау. Бесінші дұрыс окончанияны жалғау. Сонымен енді осы сөйлемді өзгертейік. Ол мектепте деген сөйлемді орыс тілінде дұрыс окончания жалғайық. Бірінші бұл зат есімді бастапқы формасына қоюымыз керек. Атау септігі жекеше түр. Атау септігінде бұл сөз школа аға аяқталып тұр. Родын анықтау керекпіз. Рода женский род, себебі аға аяқталып тұр. Үшінші негізгі сөзден етістіктен болуы мүмкін, зат есім болуы мүмкін, немесе предлог болуы мүмкін, сол сөзден сұрақ қоюымыз керек. Бұл жерде бізде в деген предлог бар, сонда в чем деген сұрақ қойылады. Төртінші бұл падеждің сұрағын қоюымыз керек, және падежді анықтау керек. Бұл жерде чем деген сұрақ, ол о ком, о чем деген сұрақ. Яғни бұл предложный падеждің сұрағы. Бесінші енді дұрыс окончания жалғау керекпіз. Яғни школа деген сөзді предложный падежге, женский родқа қоюымыз керек. Аға аяқталып тұр, а әрпі еге ауысады, сонда дұрыс жауабы он в школе. Деген жалғау жалғанып тұр. Сонымен тағы да бір рет қайталап шығайық. Ең бірінші бастапқы формаға қоюымыз керек. Школа. Кейін родын анықтау керекпіз. Бұл женский род. Кейін сұрақ қоюымыз керек. Чем деген сұрақ. Кейін падеждің сұрағын табу керекпіз. Мысалы, о ком, о чем. Бұл предложный падеж. Бесінші падежге және родқа байланысты окончания жалғау керекпіз. Женский род предложный падежде а әрпі еге ауысады. Келесі, мен қызға кітап бердім дегенді өзгертейік. Я дал книгу девочка, девочке, девочку, девочкой, девочками, девочки. Қай окончанияны жалғаймыз? Ең бірінші бастапқы формаға қояйық. Бастапқы форма девочка, аға аяқталып тұр. Екінші бұл род, бұл женский родқа жатады. Үшінші сұрақ қоюымыз керек. Дал кому, яғни кому деген сұрақ. Төртінші бұл падежге байланысты сұрағын қою және падежді анықтау керек. Кому чему бұл дательный падеждің сұрағы. Бесінші енді окончания жалғайық. Дательный падеж, женский род, а әрпі еге ауысады. Сонда дұрыс жауабы я дал книгу девочке. Сонымен қай окончания жалғауды білмесек, бірінші бұл сөзді, зат есімді бастапқы формаға қоямыз. Екінші родын анықтаймыз. Үшінші сұрағын қоямыз. Негізгі сөзден сұрақ қоямыз. Төртінші бұл падежді анықтаймыз. Бесінші падежге родқа байланысты окончания жалғаймыз. Сонымен бүгінгі сабақта окончанияны дұрыс жалғаудың формуласына және зат есімге окончанияны жалғауда қалай шатаспаса болады деген сұраққа жауап бердік. Келесі сабақта кездескенше.